рак ауруы болмаған. Хумза тайпасы қазіргі заманнан алыс тұрғанынан қаншама адамды өлтірген эпидемия олардан айналып өтті. Хумза кутайлықтардың сөйлесу тілі барушахский деп аталады. Ол тіл ерекше және уникалды. Оған ұқсас аналогтар әлі табылған жоқ. Бірақ олардың көбісі сауатсыз. Бай отбасылар ғана балаға білім бере алады. Сауатсыздықтың кесірінен бұл жерде ешқандай мәдениет дамымаған. Бұл жақта жазушы, суретші, композитор кім екенін білмейді. Арасында көрші тайпадан келген музыканттар болуы мүмкін. Діндері исмаилизм деп аталады. Ислам дінінде бұл дін ең мистикалық түр деп сипатталады. Діндерінде ерікті шектеуге болмайды. Бұл өздерін қазіргі заманнан мүлдем ара қатынасын үзген тайпа үшін ең жақсы